Представляем вашему вниманию двух непобежденных спортсменов. В синем углу клетки боец из Кыргызстана. Ему 23 года. Его рост 180 сантиметров. В его активе 3 победы без поражений. Его вес 61,7 килограммов. Из Кыргызстана поприветствуйте Хазат Алимбекулу. Оның қарсыласы қызыл бұрышта. Красный угол его соперник. Боец из Казахстана. Бойцу 20 лет, его рост 175 сантиметров. В его активе 3 победы без поражений. Его вес 61,7 килограммов. Он представляет команду Тахтай Тим. Поприветствуйте Айдан Иманғали. Жауынгерлер, ережені білеміз, ережені ұмытпайық. Жақында, бойцы правилата, из команды «Стол» сидите. Покажите красивый, достойный, самый честный бой. Пожалуй, удачи! Бірінші раунд. Бірдей жағдайдағы проспекттен жекпе-жегін тамашалаймыз. Тіпті көрсеткіштері де бірдей, шама шарқыда бірдей. Бірақ бүгін біреуі, екеуінің бірі алғаш рет жеңіліске ұшырайды. Ал кет. Хазат Алимбекулы, Қырғызстан. Көк бұрышта бізде. Қызыл бұрышта Айдан Иманғали. Солақай. Алимбекулы. Ашықтан. Бойшаң болғаны дейін ақтау Астадари. Попадает и успешно. Және оны жақсылап алғандай. Илитинадан тәптер қорғанып та шығалды. Хазат Алимбекулы. Ойықты сал жерді қараңыз. Жаман емес. Болмады. Аяқтан іліп алды. Жамбасқа салмақшы болды бұл тұста. Иманғали. Обан жана Каспий Кейзет. Жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой О аркылуу Каспий Кейзетке телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой О аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий Кейзет аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой О же Каспий Кейзет гана керек. Барына ыңгайлуу, үйлөгүдөй. Мой О Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Примерный план стал есть. Айдына есть преимущество в росте, все-таки не стоит разменяться в стойке. Для возможности перевести своего оппонента в партер. Екеуді ұтымды. Сәт тұтыпты. Әдіс жасаудың ал көрейік. Olmadı. Sen жақын қалды. Бұдан жасауға. Удержать своего оппонента не получается у Айдына. Бойшаң және әлесі бой ұзындығын, қол ұзындығын жақсы, аяқ ұзындығын ең алдымен бұл жерде. Алимбекулы тейкдауннан қорғану барысында жақсы қолданып отыр. Здесь главное, чтобы сам Иманғали Айдын много сил не потратил в попытке перевода своего оппонента в партер. Тағы да аяқты іліп алу көздегені бар. Алимбекулы был успешен в этом компоненте. Қазір бас тастау ең алдымен қарсыласты бұл позицияда. Алимбекулы үшін содан кейін барып шағылды. Еще локти. Ойлағаны бар. Иманғали мойындалды. Валентина бұл көп күштік қажет ететін сәт бұл жерде. Валентина жасайын деп көп күш салып қойдың. Бапкерлерді айтқан болу керек. Асықпады. 2 победы из 3 у Хазата. Как раз таки добиванием в партере. Әзірше қауіп төндіре алмай жатыр. Хазат Алимбекулы. Слэм жасауға, кешіріңіздер, свип жасауға жақын қалды. Выхода на армбар пытался. Гартта өте белсенді қараңыздар. Иманғали бұл жерде не қолды алады, не аударуға болады.
Тимурагуль бар. Жақсы алған. Иә. Бір аудар жіберуге болады, не болмаса қазір иықтан ауыту әдісіне салуға болады. Бұл жерде шығып енді шынымен де Қазат Әлімбекұлы қазір бір қолмен ақ қорғанып тұр, иә? Енді екі қолды қосқандай, иә. Жоғарырақ алды. Удается пока что Айдына Иманғали. Тимурагуль болмады. Нәтиже шықпады. Мына жерде жақсы алды мойынды. Аяқтың көмегі қажет. Контроля корпуса пока что нет. Хватит ли силу рук? Галиш. Әдіске салам деп қазір иә полей қалды. Әлімбекұлы да бұл жерде ұтымды қолдан алмады. Попытки сабмишна в партере. Айдына. Тізеге көшті, қараңыздар, тізеге көшті. Аяқтан алып көріп әсін, болмаса бөкмау, иә. Қазір өзі Әлімбекұлы аяққа көшпекші, міне қараңыздар. Не бар, тізеге ауыту әдісі. Өте қауіпті, өте қауіпті. Екінші аяқпен көмектесе алмай жатыр қазір, іліп алған, байқасаңыздар. Контроля такового пока что нет, поэтому вряд ли удастся. Қазат Әлімбекұлы завершить задуманное. Тағы да. И бар, бірақ екінші аяғы ілініп қалған Әлімбекұлының, сондықтан оқты бір дамбасын күшін саламайды бұл әдісте. Иә, раунд шамамен осы позицияда аяқталатын түрі бар. Екеуі де қателіктерін түйді әрине екінші раундта. Бұл жағдайда енді екеуі де бұрынсызды болмады. Шынымен де бір-біріне лайықты қарсылас. Әлбекұлы әзірше күту тактикасын таңдаған сияқты. Да. Бар, ойынға алып қойды. Не схватил. Бірақ аяқпен ұстатпады ең бастысы Иманғали. Айтарлықтай қауіп төндіре алмайды. Бұл жерде әрине Айдын қазір енді позиция жақсарту не сақ болу керек мына жерде. Келкеден салып жіберуі мүмкін. Қараңыздар, аяққа тұрды Әлімбекұлы және бар тейкдаун. Бірақ әзірше тейкдаунның нәтижесі жоқ. Тағы да сол позицияға кеткен. Әдіс болмайды бұл жерде әрине шығып кетеді қазір. Жоқ, қараңыздар. Босатып жіберді Әлімбекұлы. Тап қала алмады. Үшпұрышқа салуға тырысады бірден. Екінші аяқты қысып алған. Әлімбекұлы қараңыздар. Артем здесь сверху. Жесткий удар. Күреске тым беріліп кеткендей. Айдын Иманғали. Тағы да шынтақ, тағы да арым бар. Чередая попытка. Жоқ, бұл жерде әзірше Амбара. толықтай бір қарсылас қадағалас тап тұрған жоқ. Яғни қылқындыру ауырту әдістеріне көп энергия кетіп қойғандай. Иманғали. Үшпұрыш салуға тырысады. Әрине қазір кеңістік жетпей тұр. Екі қолды ішке салуған қараңыздар. Әлімбекұлы да өте сауатты қорғанып отыр. Шыны керек. В чем гаунпаун такой? Медленный, размеренный. Не суетится. Пару локтей нанес. Уже вернулся в стойку на ноги. Тағы да. Аяқтан алды. Их матч это все. Иманғали и оказывается по головому контроле. Контрол бар. Енді бір таза бір грэплингке жатып алудың да қажет жоқ шығар бұл жерде.
иә. Мұндай мәнерістік. Бульдогчы қараңыздар, қылқындырып әдісін алды. Мұна тұстан көрінбейтір өкінішке қарай. Қаншалықты мойынға жатты ма қол жоқ. Қылқындырып жатыр ма жоқ па? Тұстан енді дөп басып жоқ, болма. Және бек қойда қасын қараңыздар. Маша. Не удается удержать своего оппонента в партере. Азат Алимбекұлы. Күш қалмады енді Қазақта да. Тағы да бір айналды қараңыздар. Тамаша грэпплинге шынымен де. Біздің көріп отырғанымыз. Один погоняет доминирующую позицию. Айдын. Торды іліп алды. Саусақтармен қазір. Алимбекұлы бір сәтті бұл. Тағы да позиция алмасы. Енді шынымен де өте сапалы. Грэпплинг тамаша. Минута остается до окончания второго раунда. Он потерял позицию. Он мог потенциально занять бэкман, убрать спину своего оппонента. Уже работа назад Алимбекұлы. Начинается под конец второго раунда. Второй раунд очень сложно оценивать на самом деле. Кому отдавать в этих разменах абсолютно непонятно. Тағы да деге көшті қараңыздар. Кто был лучше? Бұндай шаршаған күйде аяққа ұрту әдісін жасау бұл. Шынымен де тәуекел. Оның салдарын көріп отырсыздар, иә? ММА-де аяққа ұрту әдісін жасау осындай жағдайға келеді. Ногу своего оппонента. 10 секунд. Не секунды. Тақта салу керек және бар сый. Тоқты жаудыру керек. Аз уақыт қалды. Бір раунд аяқ. Астана, давайте поддержим бойцов. Внимание! Третий раунд. Үшінші әрі шешуші раунды тамашалауға дайынбыз. Кет. Азат Алимбекұлы, Қырғызстан. Айдын Иманғали, Қазақстан. Дәл қазір екеуі 3-0 деген көрсеткіштің егер. Солақай, Бойшаң, Алимбекұлы өте ыңғайсыз қарсылас болып шықты. Аяқ қомтылды бірден қараңыздар. Жаңағы өткізіп алған соққының әсері болу керек. Және мойынға алып қойды. Қараңыздар, мойынды жақсы алғандай. Тамаша слэм. Қарсыластың бір демін бұзып жібергендей. Слэммен бірақ партерде жалғасы болмады. Өкінішке қарай бұл шыға болды. Екінші аяқты лед әрине. Алимбекұлы. Это первый поединок и для Алимбекұлы, и для Иманғали, который дошел до третьего раунда. Бір-біріне лайықты қарсыластар енді кездесіп отыр. Үшбұрыш жабылды. Қараңыздар өте қауіпті. Удержающий треугольник. Екінші қолды жанталасып ішке салып жатыр. Қараңыздар, оң қолын, Алимбекұлы. Асығудың қажет жоқ бұл жерде қазір. Сантиметр, миллиметрлеп кеңістікті жаулап алуға тырысады. Алимбекұлы болса керісінше. Үшбұрыштан бұл жерде өкінішке қарай ештеңе шыққан жоқ. Қорғанысты бұзып өту тағы да көздегені. Болмады. Маша. Позиция бар. Жоқ. Байланып қалып жатыр. Тағы да бір аудару қарсыласты әрине. Тағы да позиция. Тоққа жаудыру керек. Иманғали. Вот за РНС сейчас. Иманғали. Тағы да позиция алуға тырысады ма, Отпан қалуға тырысады. Подсел ногу своего оппонента. Алимбекұлы, поэтому кинул вниз уже. Так. Назад. Осындай жартылай позициялар көп негізінен. Екінші раундтан былай қарай. Екеуінің де әбден шаршағаны көрініп ақ тұр. Алимбекұлы қазір ашықтан ашық уақыт созып отыр бұл жерде.
До сих пор непонятен итог этого поединка. Кому судьи отдадут победу, если поединок дойдет до близкого решения. Очень близкий раунд. Отдельные раунды были совсем уж близкие. Зафиксировать нужно ногу. Остались ли силы? Минута. Стоп, камеры. Давай, иди, надо встать и бить! Надо встать и бить! Не надо бороться, надо бороться! Давай! Давай! 20 секунд закажется на партере на попытке решающего болевого приема, на мой взгляд. И превратил весь поединок по правилам в грэпплинг-матч. Вот сейчас возможность для Айдена. Но вместо того, чтобы бить, он снова вышел на РНС. Тихо потеряв доминирующую позицию. Если третий раунд завершится в такой позиции для Казака, это будет выгодно. Кулак. 20 секунд. Данный поединок продлился всю дистанцию. По итогам 3 раундов объявляется ничья! Я құрметті көрермен, бұл жекпе-жек тең деген нәтижемен аяқталды.